Сәлем достар, сіздермен Зарина. Бүгін сіздерге ерекше икра жасап көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші біз баялдыдан бастаймыз, себебі бұл суда 1 сағат тұру керек. Баялдыны екіге бөліп, 2-3 сантиметр қып турап аласыздар және су құйып, тұзды молынан салып, бетін осылай басып қоясыздар. Бұл 1 сағат тұру керек. Алдымен барлығын тазалап жуып алдым және осылай турап қойдым. Сіздерге көрсету үшін алдымен сарымсақты осылай сақтап турап аласыздар, ал сәбізді өткіштен өткізіп аласыздар. Пиязды кәдімгідей тамаққа қосқандай турап аламыз. Ал баялдыны жаңағы судан сығып аласыздар осылай. Ешқандай су болмау керек. Осылай қолдарыңызбен сығып аласыздар. Маған қанша кеткенін осы видеоның астында жазып қалдырамын. Және болгар бұрышы жасыл және қызылынан аласыздар. Осылай соломка етіп турап қоясыздар. Ал қызанақтың мен согын шығарып алдым. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Бұл салаттың ерекшелігі осыда. Қызанақты осылай турамаймыз, кәдімгі согын шығарып алатын боламыз. Міне осындай болады. Қызанақты осылай ұсақтап турап аласыздар және блендермен езіп алатын боламыз. Ал егер сіздерде блендер болмаса, ет тартқышпен де жасауға болады. Осылай езіп болғаннан кейін ситадан өткіземіз. Бұл қызанақтың қабықтарын алып қалатын болады. Сол кезде осындай таза согы шығатын болады. Менде үлкен қазан болмағандықтан осындай кастрюльге жасадым. 3-4 шөміш сұйық май құясыздар және пиязды салып, қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Міне осылай қызартып алу керек және осыны бөлек ыдысқа салып қоятын боламыз. Осылай барлығын бөлек қуырып аламыз. Міне енді болгар бұрышын салып, бұны да кішкене қуырып жіберетін боламыз. Міне бұл да дайын болып қалды. Енді бұны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Майы тым азайып кетсе, кішкене сұйық май құйып жіберіңіздер және сәбізді салып, сарымсақты салып, кішкене тағы да қуырып аламыз. Бұны да бөлек ыдысқа салып қоямыз. Міне ең соңында баялдыны салып, қызарғанша қуырып аламыз. Бұл салатты не үшін бөлек-бөлек қуырып алдым, себебі езіліп кетпеу үшін және дана-дана болып әдемі көріну үшін осылай жасап алдым. Баялдының үстіне жаңағы дайындап қойған қызанақтың жарты согын құямыз және болгар бұрышын, сәбізді, пиязды салып және қалған қызанақтың согын құямыз осылай. Жақсылап араластырып аласыздар. Аз көкті салуды ұмытпаңыздар. Аз көкті қанша көп салсаңыздар, соншалықты салаттарыңыз дәмді болады. Осылай араластырып, үстіне 4 ас қасық тұз саласыздар. Мен бірінші 3 ас қасық салған екен, бұл аз болды. 4 ас қасық қант саласыздар. Бұл салаттың қышқылын басатын болады. Барлығын осылай салып болғаннан кейін 1 сағаттай қайнатып аласыздар. Міне сол кезде осындай әдемі салат пайда болады. Ал банкілерді парлап аласыздар. Мен мантаваркаға парлап алдым. Ал қақпағын астына қойып қайнатып аласыздар. Міне осылай енді банкіге алып, салатымызды салып, қысқа дайындап жауып қоятын боламыз. Ең соңында банка атылып кетпеу үшін 70 немесе 9% уксусты 1 шай қасық осылай айландырып құйып жібересіздер. Сол кезде банкілеріңіз сенімді атылмайтын болады. Не осылай ең соңында осылай төңкеріп қойыңыздар 1 күнге. Сол кезде банкілеріңіз атылмайтын болады. Ал дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер.